Жыл басынан бері солтүстік Арал теңізіне 1,38 миллиард текше метр су келді. Енді өткен жылдың көлемінде 2 миллиард 42 миллион су берілді. Бір жылдың көлемінде Арал теңізіне. Қазіргі күні теңіз 22 шақырымға кері шегінген, жергілікті халық ең болмағанда 1 километр қалпына келуін армандайды. Соңғы 2 жылда Арал теңізіндегі су көлемі 4 миллиард текше метрге жуық көбейді. Төменгі жіберілетін судың азайтылуы солтүстік Арал теңізінің тартылуына күрделі мәселесіне айналуда. Шоқы деген жер мен араға дейін су келіп тұрған, қазір судың кетіп қалғанына уже 7 жылдай болды. Осы ғана су келмегенде осында шаран көбейіп кетіп, судың беті шіріп жатыр балықтар. Аралдың қалпына келе жатқан естіп, оны өз көзіммен көру үшін арнайы оңтүстік Кореядан келдік. Теңіздің қазіргі жағдайы барлығымызды алаңдатады. Дауылды күнде түнеріп кейде, күркіріп мүлде ашумен тілде қатасың. Ашылса аспан бөленің нұрға, қосылып жарға, сылдырлап сырға айтасың. Толқынның асау жататын тулап, есімде мәңгі аралым. Сайраңда өскен құмыңдай аунап, есейіп мен де барамын. Сайраңда өскен құмыңдай аунап, есейіп мен де барамын. Бұл өткен ғасырдың 1960 жылдарындағы бейне түсірілімдерде көрініс тапқан, балығы тулаған, шағаласы шулаған, толқыны жағаға ұрған Арал теңізі еді. Кеңістікті көкжиекке дейін алып жатқан айдын су, оның бетінде жүзіп жүрген кемелер, құлаштап ау тастаған балықшылар, бәрі қазақ даласының баға жетпес байлығы, халықтың тіршілік көзі болатын. Алайда арада жарты ғасыр өткенде әлем бойынша көлемі жөнінен 4-ші орын алған осы ұлы теңіз тартылып, мөлдір суынан, тулаған балығынан, тіршілік тынысынан айырылды. Кезінде көлемі жағынан әлемде 4-ші орында тұрған Арал теңізінің бүгінгі ахуалы туралы мәліметтер мен ақпараттар көзі қарақты оқырманға екі ұдай жолмен жеткізіліп отыр. Таразының бір басында қарапайым халық пен қоғам белсенділері тұрса, екінші басында жергілікті басқару органы, яғни шенеуніктер мен әкімдер тұр. 2023 жылдың 1 қыркүйегінде елімізде су қорын пайдалану, қорғау, сумен жабдықтау және ирригация саласында мемлекеттік саясатты қалыптастыруға жауапты жаңа құрылым Қазақстан Республикасы су ресурстары және ирригация министрлігі құрылды. Бұл министрлік Арал теңізі мен Арал ауданы аумағындағы көлдер жүйесі туралы ақпараттарды президент пен үкіметке тұрақты түрде жеткізіп отырмыз дейді. Олардың уәжі теңізге су өз мөлшерінде келіп жатыр, ал көлдер жүйесі түгел бақылауда. Сөзіміз дәлелді болу үшін нақты мысалға жүгінейік. Жыл басынан бері солтүстік Арал теңізіне 1,38 миллиард текше метр су келді. Енді солтүстік Арал мен Сырдария атырабының жағдайы жақсарады. Бұл туралы Арал теңізіндегі су ресурстарын ұлғайту және тұрақтандыру жұмысымен танысқан су ресурстары және ирригация министрі мәлім етті. Нұржан Нұржігітов Сырдария өзенінің арнасын реттеу және солтүстік Аралда сақтау жөніндегі ауқымды жобаның іске асып жатқанын атап өтті. 2025 жылдың 18 сәуірі Астана қаласы. Жалпы ұлттық социал-демократиялық партия ұйымдастырған дөңгелек үстелде Арал өңіріндегі экологиялық апат салдарынан зардап шеккен азаматтарды әлеуметтік қорғау мәселесі қозғалды. Жиынға министрлік өкілдері, партия басшылары және қоғам белсенділері қатысты. Қазақстан Республикасы парламенті мәжілісінің экология мәселелері және табиғат пайдалану комитетінің мүшесі Ажар Бақытқызы Сағандықова ханым бұл мәселенің өзектілігіне тоқталып, Арал теңізі туралы тек айтып, жыл сайын конференциялар өткізумен шектелмей, нақты шешім қабылдайтын уақыт жетті.
Бұл мәселеге әлдеқашан нүкте қойылуы тиіс еді деп, үкімет пен қоғам назарын нақты әрекетке шақырды. Жалпыұлттық социалды-демократиялық партиясы Арал өңіріндегі экологиялық апат салдарынан зардап шеккен азаматтарды әлеуметтік қорғау туралы тақырыбында дөңгелек үстел өткіздік. Арал өңіріндегі экологиялық ахуал күрделі әрі өзекті болып тұр. Арал өңіріндегі экологиялық ахуал жақсару үшін біз сол өңірдегі Арал теңізі проблемасын, су ресурстары төңірегіндегі мәселелерді бірінші кезекте шешуіміз қажет. Біз бұл мәселені күн тәртібінен алмаймыз және оны шешу үшін барлық күш-жігерімізді саламыз. Өйткені Арал проблемасы қазіргі таңда тек біздің ғана емес, әлемнің экологиялық мәселесі болып тұр. Сол жиында Қырсу ресурстары және ирригация министрлігі су шаруашылығы комитеті төрағасының міндетін атқарушы Серіков Нұрбек Нұржанұлы 2002-2008 жылдары Дүниежүзілік банкпен бірге Сырдария өзенінің арнасын реттеу және Арал теңізінің солтүстік бөлігін сақтау жобасы жүзеге асты деді. Алайда қоғам белсендісі Аралдық Жомарт Қартбаев бұл ақпаратты жоққа шығарып, қазіргі Аралдың шынайы жағдайын көрсететін бейнематериалдар ұсынды. Су министрлігінің су жаңа министрмен өткен кездесуде, қоғам белсенділерінің олардың Арал теңізіне құйылып жатқан су мөлшері жөніндегі ақпараттарының жалған екендігін айтқанда, министр Нұржан Нұржігітов мырза олардың сөзінің дәлелі жоқтығын айтып, назарға алмаған. Сонда министр мырза сол өңірде тұратын, азабын күнделікті тартып отырған халықтың сөзіне құлақ аспағаны ма? Жауап ретінде сөз алған министрлік өкілі Гүлмира Имашева су түсімі туралы мәліметтер келтірді. Ол орысша қазақша аралас былай деді. Былтыр біз графикке қол қойғанда 1,6 текше километр ғана су межвегетационный осенне-зимний маусымға жоспарланған. Биыл бассейндік инспекциялардың штаттарын көбейтіп, су есепке алынып отыр. Қазір секундына 129 кубометр су келіп жатыр. Біз келген судың бәрін өлшеп отырмыз. Әрине, су шаруашылық балансында судың булануы мен фильтрациясы есептеледі. Бірақ нақты жерде жағдай басқаша. Қоғам белсендісі түсірген бейнематериалдар теңіздің кей тұстары мен көлдердің сусыз қалғанын ашық көрсетіп тұр. Бейнелер өңделмеген. Парламент мәжілісінің депутаты Мұран Ергешбаев та өз сөзінде Арал өңіріндегі экологиялық апаттың зардабы елеулі екенін айтып, бейнематериалын ұсынды. Төменгі жіберілетін судың азайтылуы солтүстік Арал теңізінің тартылуына күрделі мәселесіне айналуда. Суды аз келу салдарынан соңғы 4 жылдың қатарында тұрақты су аруға бекітілген лимит қайта қаралып келеді. Бұған қоса, министрліктің ресми өкілі Мөлдір Әбдуалиева бір сұхбатында теңізге қатысты мәліметтерді жеңіл қабылдай салуға болмайтынын айтып, нақты жағдайды айды аспанға шығарып тұрып сипаттады. Көкарал бөгеті жобасы аяқталуға жақын. Министрлік жыл соңына дейін солтүстік Аралды үлкен Арал теңізінен бөліп тұрған Көкарал бөгетін реконструкциялау жұмысын аяқтауды жоспарлап отыр. Бұл солтүстік Аралды сақтауға, судың тұздылығын одан әрі азайтуға және аймақтағы экологиялық жағдайды жақсартуға көмектеседі. Елбасының тікелей бастамасымен өмірге келген ғасыр жобасының нәтижесі теңізді қолдан бөгуге де қауқар барын көрсетті. Сырдария өзенінің арнасын реттеу және солтүстік Арал теңізін сақтап қалу жобасы шеңберінде салынған Көкарал бөгеті 2006 жылы аяқталды. 13 шақырымдық тоспа кіші теңізді өлі теңізден бөліп алды. Осылайша судың деңгейі көтеріліп, тұздылығы төмендеп, балық өрісі жанданды. Бірақ мамандардың айтуы бойынша бөгет құрылысы кезінде балықтардың қатынайтын су асты жолы салынуы керек екен. Көкарал бөгеті құрылысында ол ескерілмеген. Бірақ су келе бастады, су жақсы келгеннен кейін судың арты суды мына неге қарай үлкен теңіз дейміз. Бұрынғы үлкен теңіздің қарай жібере бастады. Онымен бірге жалпы негізінде Көкарал бөгетін істеген кезде онда рибақот дейді. Балық өту астынан
бір қот жасау керек екен. Сол жасалмағандықтан келген су балығыменен солай мына үлкен теңізге қарай ағып кетті. Ол жақта тыныс алатын мүмкіншілік жоқ. Қанша миллиардтаған балықтың личинкалары сол жақта қырылып қалды. Оны үкімет те біледі, халық та біледі, неше рет жазылды, айтылды. Одан ешқандай нәтиже болмады. Қанша миллиардтаған балық сол жаққа кетіп, үкіметтің оны ешқандай шара қолданған жоқ. Сол кіші аралды ұстау керек мәселе. Енді айтылып жатқан әңгіме бар, енді қазір енді 46 отметкеде тұрса, соны 52 отметкеге көтерсе, мынау бөгетті қайттан салып. Сол кезде арал қаласына дейінгі уақытқа, дейінгі кезеңге, сол мекенге дейін жақындайды деген мәселе бар. Ол екіншіден әрине жақсы болар еді. Болмаған жағдайдың өзінде осы қалып ұстау қажетті нәрсе. Сосын енді бұл үшін тағы да осы мына Көкарал бөгетін жаңа технологиямен жарақтандыру керек. Сосын тағы бір ескерілетін нәрсе, мынау әдейі соған мына 9 очкоға қондыру керек. Ол өткен себебі мына бір қауіпті жағдай болған уақытысында мына балықтардың өлі теңізге кетіп қалмауына себеп болады. Өйткені бұрын осындай жағдай бір бастан өткен. Сосын енді одан кейінгі мәселе енді жаңа судың лимитін сақтау. Енді мен басқа нәрсені айтпаймын. Мына Ресей жақтағы Сібір өзендері деген сияқты әңгіме айтады. Мен оған қалым жетпейтін нәрсе, бірақ менің ойымша мынау Сырдария өзенінің суы жылдан жылға азайып келе жатыр. Үстіміздегі жылдың 19 шілдесінде Арал аудандық Толқын газетінде балық шаруашылығы дамып келеді деген мақала жарияланды. Онда Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрлігінің балық шаруашылығы комитетінің төрағасы Серік Сермағамбетовтың сапары туралы баяндалған. Мақалада Арал ауданында 7 тауарлы көл тізімге енгізілгені айтылады. Ақшатау Сорғақ, Домалақ, Тұщы, Қаракөл, Алаша, Ақбілек, Шөмішкөл. Алайда дәл сол Домалақ көліне 5 жылдан бері су құйылмаған. Көл тартылып қалған. Балықтар жойылып кеткен. Жергілікті тұрғындар түсірген бейне түсірілім осыны дәлелдейді. Міне біз Домалақ көлінің жағасына келіп тұрмыз. Бүгін 2025-22 шілде. Мына Домалақ көлінің жағдайы осы. Мінекейіңіз, су бұрын толып тұрған, осыдан 5 жыл бұрын алған кәсіпкер әлі ешқандай бұған жағдай жасаған жоқ. Су жылдан жылға қайтып кетіп бара жатыр. Мынау ортада тұрған бұрынғы қамыс қопалар қазір далада қалып тұр. Арал теңізінің қайтқан кемелері сияқты айдалада қалып тұр. Сондықтан да осыны алған Әділбек Айымбетов белді кәсіпкер осыны алғанмен ешқандай жағдай жасаған жоқ. Осыдан 3 ай бұрын халық болып телевидениеден адам шақырып уәдесін берген, осыған су құйдырам деген, бірақ ешқандай су құйдырған жоқ. Мына көлдің жағдайы қараңыздар. Анау арғы беті, бергі беті анау тартылып, осы күзге дейін бұлың суынан су қалмайды ештеңе. Бұрынғы кезде осыдан балық ауланған. Бұрынғы су көп кезде бұл жерден балық ауланған. Бұл жерге анау теңізде арқылы қатынас жасап, одан мотор келіп тұрған. Үлкен көл болған бұл жерде. Құстары, сулап, балықтары тулаған үлкен көл болған. Қазір су көп келмейді. Су келмегесі мына су шөп басып кетті. Мына қоға дейді, мына қоға басып кетті. Осыған да су келмегенде осындағы шаран көбейіп кетіп, судың беті шіріп жатыр балықтар. Қазір сондай жағдайға келіп отырмыз осыған да. Мына шіріген, мына айналасын бәрі, көлдің айналасын бәрі мына қаптаған қалың ел. Иісі жаман, су құймай тұр осыған да. Біраз уақыт бол су құймағаны. Күн ыссы, су шіріп, балықтар өліп, талай адам көріп жатыр. Осындай жағдайда отырмыз айналайын. Қаратерең ауылы, соның маңындағы Картыма деген көліміз. Осы көл көптен сулануы нашарлап, жазда су болмайды, көктемде азын-аулақ қоятын каналдары бітіп қалған. Осы шіріген иістен осы жерде отырған 300-дей халық бар, 300-дей үй бар. 300 үйдің тұрмыс тіршілігі осы көлден азын-аулақ балық аулайды. Қыста шөбін шауып,
бұрын ата бабамыз осы көлден нәпақасын тапқан. Енді қазіргі таңда бұл көлдің өте жағдайы қиын болып тұр. Халықтың жағдайы қиын болып тұр. Халық осы көлдің иісінен отыруға мүмкіндік жоқ. Шіріген иіс, соған мына жоғарыдағы басшылар назарларына алып осы көлді суландыруды қолға алса. Сол секілді тұшы көлі де қазір бос. Сонда осындай көлдерден қалайша тауарлы балық өндірісі жүріп жатыр. Мақалада ол жайлы ешқандай статистикалық не ғылыми негіз жоқ. Анығы көлді жалға алған кәсіпкерлер тарапынан жұмыс жүргізілмеген. Арал теңізі тартылғаннан кейін ел үдере көшті. Қалған халық дертпен күресіп, жалақсыз күн кешіп, тұзға айналған далада өмір сүруге мәжбүр болды. Алайда соңғы жылдары теңіз қайта толып келеді деген жаңалықтар жиі айтыла бастады. Бұл әрине көңілге үміт ұялататыны рас. Бірақ шындық қайда? Аудан және облыс әкімдерінің айтуынша, Көкарал бөгетінің арқасында теңізге су келе бастады, балық саны артты делінеді. Егер шынымен солай болса, Арал қаласындағы базарларда сатылып жатқан балық неге Атыраудан келеді? Неліктен жергілікті балықшылар өнімдерін қала дүкендерінде сата алмай отыр? Балық сату орындарының санитарлық жағдайы сын көтермейді. Ашық аспан астында көше шетінде медициналық талаптар сақталмаған жағдайда сатылып жатқан балықты кім тексеріп жатыр? Бұл мәселе аудан әкімінің назарынан тыс қалып отырғаны қалай? Балық жоқ қой қазір. Балық болмайса Атыраудан алдырамыз порамен. Атыраудан балық сатамыз. Аралға Атыраудан? Иә, Аралға сатамыз әкеліп. Қашан болды онда? Ой, қыстыгүні ол постоянно. Бізде балық аз ғой. Балықтың түрлері болмай тұр бұл жерде қазір. Негізі көп болады? Негізі болған, қазір балықтың түрі жоқ. Неге? Болмай жатыр ғой енді. Суға байланысты балықтың түрлері азайып бара жатыр. Түрі негізі көп болған, ақбалық, тыран, леш, сосын қандай түрі көп еді бізде дәу жайындар болды. Қазір азайып кетті. Осы 2 жылдықтан бері жоқ. Құрметті достар, сіздің жергілікті тұратын жеріңізде егер балық болатын болса, балықтың килограммы қанша жаза кетіңіз. Аралдағы балықтардың жай-күйі осылай екен. Аудан әкімі өз есебінде Арал ауданы бойынша бірнеше балық зауыты іске қосылып, қарқынды жұмыс жасап жатыр деп көрсеткен. Ал Орда KZ ақпараттық порталының тілшілері келген сапарларында жолау соққан балық зауытының кейпі осылай болды. Тоқтатты ма жұмыс істеп тұрмын? Бүгінгі таңда балық бар ма? Бүгінгі таңда оған жоқ, қазір келіп тұрған жоқ. Қаншалық тоқтаттыңыз? Запреттің алдында тоқтаттым, жобамен айға салғанда. 2 ай болды ғой? 3 ай болды. Содан кейін енді бүгінгі таңда балық жоқ, соған мен тоқтап тек жабып тұрсыз. Тоқтап тұрған жұмыс жоқ. Адам жоқ, балық жұмыс істеп жатқан жоқ. Тек бұларды қарау есебінде нені производствоны қарғындап тұрған адамдар тек тастап кетті ғой айыпты. Не себепті жұмыс тоқтап тұр? Сезон бойынша балық жоқ. Арал ауданы әкімі Аманжол Сақпұлы өзінің берген сұхбатында Аманөткел ауылы тұсында бөгет құрылысы салынатынын тілге тиек еткен болатын. Бірақ жағалай қоныс тепкен көлдер жағалауындағы ауыл тұрғындарының пікірі кері ағар. Біз өткен жылдан бастап, 2024 жылдан бастап бірнеше министрліктердің, оның ішінде су шаруашылығы және ирригация министрі, экология министрі бірнеше мәрте келіп, осы Арал теңізінде жасалып жатқан жұмыстарға байланысты бірнеше халықпен кездесулер, талқылаулар болды. Оның ішінде жаңа теңіздің Көкарал бөгетінің 2 деңгейі бар, қай деңгейде орналастырамыз. Бірінші вариант әрине Сарышығанақ арқылы 2-ші деңгей еді. Оның бәрі халық қарсы болғаннан кейін ол кейінге қалдырылды. Қазір 44 метр биіктікке және Аманөткел елді мекенінің тұсынан Мырзас су торабын салуға ұйғарым жасалды. Мына Аманөткелге плотина салынады дейді. Келешек біздің тағдырымыз, халықтың тағдыры не болатын? Ол жерге су бізге жоқтың қасы келуді қояды. Осының өзінде ағлақ тоспасы осыған су жібергенде көктемде азын-аулақ қана су алынады. Сонан жаздай су жоқ, күзде тағы да азын-аулақ су келеді. Сонымен осы көліміз шіріп, осы тұрғанда
халықтың кешкісін демалатын уақытта сасыған естен күндізде түнде де қиын болып тұр. Енді су аз кезде бұны осыған жабық тұр. Қазір су жоқ келіп жатқан. Міне бәрі шөздің бәрі жабық тұр осығанда. Ал су неге жоқ? Өйткені Сырдарияда проблема су жоқ қазір. Қалып жатқан. Арал теңізіне өзендердің су құйып тұруына арналған бірнеше дамба құрылысына 4 миллиардтан астам қаражат бөлінген. Бірақ түсірілім тобы көздерімен көргендей, құрылыс жұмысы дұрыс жүргізілмеген және қазіргі таңда тоқтап тұр. Құрылыс материалдары әр жерде шашылып жатыр. Осы өңірдің тумасы қоғам белсендісінің сөзіне құлақ түрейік. Одан кейін келіп 2024-те мына сооружениені салды декабрьдің 7-сі күні, 24-ші жылы. Біз халық болып бұған қарсы шықтық. Өйткені алдымыз салқын болғаннан кейін цемент үсіп кетеді, келешек болмайды деп, бұны марттың 1-іне дейін тоқтаттық. Марттың 1-інде келіп, жұмыс істеген жігіттер ақша бермейді деп 1 бригада кетіп қалды. Жалпы 3 бригада келді. Қармақшы ауданынан, Қазалыдан бәрі тастап кетті. Қазір 1,5 ай болды. Ешқандай басында жұмыс жүріп жатқан жоқ, адам жоқ, бүкіл материалы жатыр. Бізге бұл теңізбен қаптасып жатқан жерге су біз жылда беріп тұрған теңіз су алып тұрады бізден. Енді бұны біз айтсақ, ол кәсіпкерлерге, біз келешек теңізге суды осымен бұрамыз. Бір сооружение осы, біреуі анау жақта қазір 8 километр жерде тағы біреуі бар. Оны бітірді бірақ. Мынау салғанмен халыққа ұнамай тұр. Өйткені уклон қылып салынып қойған. Шүлез біз осы жасымызға дейін ондай шүлезді біз көрген емеспіз, уклон салынған. Мына көлден айырылып қаламыз ба деп халық қазір үлкен қауіпте. Күнде келеміз, адам жоқ басында. Осыменен осы тәуір деген. Ауыл тұрғындарының айтуынша Арал теңізіне су құйылатын өзегін тазалау, аршу жұмыстарына 4 миллиардтан астам қаражат бөлінген. Бірақ нәтижесі көз бояушылыққа әкеп тұрғандай. Өзектен су ағып, мына өзінің арнасы. Су кетеді теңізге. Соны қазфот шаруашылығы келді 22-де ма, 22-де ма, 23-де ма. Біз мына ішін қазамыз деді, мына ішін тазалаймыз деді, мынадай қылып істеп кетті. Біз солар қазған болып кетті бұл өзекті. Қара, көрдіңіз бе? Істеген жұмыстарын осыны 1 жыл істеп. Табаны кеңейткенде жоқ, өз топырағын өзіне үйітті кетті. Өзінің мына ұлтаны ғой, өзінің ұлтаны. Соны бүйтіп итерді, мынадай қылып кетті. Қоғам белсенділері көтерген Арал мәселесіне еліміздің бас партиялары Аманат, Жалпы ұлттық социалды-демократиялық партиясы, Байтақ Жасылдар партиясы, Арал экологиялық аймақ тұрғындарының жанайғайына құлақ түріп, өздерінің азаматтық позицияларын көрсетіп, қол ұшын созды. Тиісті министрліктер мен ведомство басшыларына хат жолдап, мәселені күн тәртіптеріне қойды. Арал теңізі туралы жақында Орда Кз ақпараттық порталының тілшілері келіп түсірген су жаңа мәліметтер мен бейнематериалға назар аударыңыз. Орта есеппен енді баяғы балықтың қоры жоқ қой, судақ деген балық болады. Солар еді ғой негізінде ақша болатын десе, ол балықтар жоқ. Жоқтың қасы. Көп болса бір алғанда 4-5 келі шығады ғой. Өзіңіздің қолдауыңызбен мемлекетаралық келісімдер нәтижесінде соңғы 2 жылда Арал теңізіндегі су көлемі 4 миллиард текше метрге жуық көбейді. Бұл балық шаруашылығының дамуына, экологиялық ахуалды жақсартуға септігін тигізуде. Енді былай неде айтылғанда, телевизияда айтқан кезде, телевизияда көрсек, ойбай су құйып жатыр дейді. Су толық дейді, жоқ, өтірік ақпарат қой бәрі. Халықаралық аралды құтқару қоры 1993 жылдың 26 наурызында Қызылорда қаласында Орталық Азия мемлекеттерінің басшыларының шешімімен құрылды. Құрылтайшы елдер Өзбекстан, Қазақстан, Тәжікстан, Қырғызстан және Түркменстан. Орталық кеңсесі Алматы қаласында орналасқан. Алматыда отырып Арал мәселесін шешеді деген сөз миға қонымсыз.
Арал теңізін құтқару мақсатында осы уақытқа дейін бірнеше жобалар жүзеге асырылып, оған қыруар қаржы бөлінген. Бірақ өкінішке орай нәтижесі баяғы жартас, бір жартас. Қоғам белсендісі Жомарт Қартбайұлы Аралдың тумасы болғанымен, кезінде бір себептерге байланысты Ақтөбе өңіріне қоныс аударған. Оның айтуынша, осыншама қаражат желге шашылғандай. Тот же Международный фонд спасения Арала находится центр в Алмате. Халықаралық аралды құтқару қоры құрылды. Құрамына 5 мемлекет кірді. Бірақ сол қор қазір Алматы қаласында орналасқан. Өзіңіз ойлаңызшы, басқа бір аймақта отырып, аралдың проблемасын шешуге бола ма? Мысалы, мен Аралда отырып Алматыға талы егемін немесе басқаша айтсам қалай қабылдар едіңіз? Олардың бұл сауалға айтатын уәждер, біз елшіліктермен, басқа да тиісті ведомстволармен тығыз байланыста болуымыз үшін Алматыда отырмыз дейді. Мысалы, біз шаруашылық барысымен Алматыға да, Астанаға да барып келіп жүрміз ғой. Олар Аралдың проблемасын тек қағаз жүзінде ғана көріп біліп отыр. Ақиқаты, Арал теңізін құтқару қоры сол проблеманың ошағында отырып, көзбен көріп, сол мәселемен айналысуы керек деп есептеймін. Закон.kz ақпараттық порталында әуе кеңістігінен спутник түсірген суретті жариялады. Онда Қазақстанда әлемдегі ең жас шөл дала қалыптасып келеді деп көрсеткен. Және Арал теңізінің дәл бүгінгі деңгейін суретке түсірген. Міне, Copernicus Sentinel 2 миссиясы бізге кезінде әлемдегі 4-ші ірі көл болған Арал теңізінен бүгінде не қалғанын көрсетіп отыр. Арал теңізі Қазақстанның солтүстігі мен Өзбекстанның оңтүстігі шекарасында орналасқан, кезінде Орталық Азиядағы ең ірі ішкі су айдындарының бірі болған. 1960 жылы теңіздің ауданы шамамен 68.000 шаршы шақырымды құраған, бұл Бельгия аумағынан 2 есе үлкен. 1950 жылдарға дейін Сырдария мен Әмудария өзендері бұл оазиске тау суын тасып, қоңыржай климатты сақтап тұрған. Алайда 1960 жылдары бұл өзендер бүкіл өңірдегі мақта алқаптарын суару үшін басқа арналарға бұрылғаннан кейін Арал теңізі қатты тартылып кетті. 1980 жылдардың соңына қарай Арал теңізі 2 бөлікке бөлінді. Қазақстан мен Өзбекстан аумағында орналасқан үлкен арал және солтүстік Қазақстандағы кіші арал, ол үлкен аралмен байланысын үсіп алған. Ал 2000 жылға қарай үлкен аралдың өзі де 2 су оймасына бөлінді. 2025 жылғы 18 наурызда түсірілген бұл спутниктік суретте теңіздің батыс бөлігі айтарлықтай азайғаны көрінеді. Ал 2006 жылғы суретте әлі көрініп тұрған шығыс бөлігі толық дерлік кеуіп кеткен. Арал теңізінің тартылуына байланысты бұрынғы су астындағы аумақтың орнында ақшыл түсті аймақ тұзды, құрғақ жер қалыптасты. Бұл қазіргі таңда Арал күм шөлі жердегі ең жас шөлдердің бірі. Судың шегінуі кезінде бұл өңірде гүлденген балық шаруашылығы құлдырап, өңірлік микроклимат өзгерді. Қазір мұнда жыл сайын қатты құмды дауылдар болып, бұрынғы теңіз табанынан тұз бен құмды жүздеген шақырымға дейін алып кетеді. Бұл жергілікті халықтың денсаулығына ауыр салдар әкелуде және өңірде қысты суық, ал жазда аптап ыстық етуде. Үлкен аралдың батыс бөлігінің солтүстік шетінде 2019 жылы жүрек тәрізді изумруд түстес болып көрінген су оймасының қалдықтарын байқауға болады. Бұл су айдыны да тартылып бара жатыр және таяу болашақта мүлдем жоғалуы мүмкін. Суреттің жоғарғы бөлігінде кіші Арал теңізінің мұз жамылған сулары көрінеді. Аралдың оңтүстік бөлігі толықтай кеуіп кетуі мүмкін болса да,
кіші арал табиғатты қорғау саласындағы халықаралық ұйымдардың басты назарында. Кіші аралдың оңтүстік шығыс шетінде көрініп тұрған екі қоңыр түзу сызық Көкарал бөгеті. Бұл бөгет судың оңтүстікке кетуіне жол бермей, солтүстіктегі су деңгейі мен тұздылығын тұрақты ұстау үшін салынған. 2005 жылы салынғаннан бері солтүстік бөліктегі су деңгейі орта есеппен 4 метрге көтерілді. Арал теңізінің тартылуы табиғи және адам әрекетінен туындаған ұзақ мерзімді өзгерістердің жарқын мысалы. Бұл процестерді спутниктер арқылы бақылап, шешім қабылдау үшін нақты деректер алуға болады. Сонда кім кімді алдап отыр? Өтіріктің құйрығы бір ақ тұтам демекші, жоғарыға жіберіліп жатқан ақпарат басқаша, шындығында ахуал мүлде басқаша. Қарапайым халық пен билік арасында көпір болады деген жергілікті атқарушы органның түрі осы ма? Сен тимесең мен тиме бадырақ көз дегендей, сыпырма ақпаратты жоғарыға сырғытып, бізде бәрі жақсы, теңіз толып кемеліне келіп жатыр деп сытыла салудың жолы ма? Атқарылып жатқан жұмыстан нәтиже болмаса, дабыл қағудың орнына көзді жұмып, бұғып қалу әдісі кімге керек? Халық қамын жейтін оның көзі, құлағы һәм тілі болатын бұқаралық ақпарат құралдары неғып дабыл қақпайды? Төртінші билік саналатын тілшілер қауымы неге ұсынылған ақпараттың дұрыстығы мен бұрыстығына көз жеткізбей? Арал теңізінің бүгінгі жағдайы жай ғана экологиялық мәселе емес, ұлттық тағдыр. Көз бояушылықпен, сыпырма есеппен, жалған сандармен болашаққа жету мүмкін емес. Халық қаһарманы Бауыржан Момышұлының сөзімен айтқанда, адал ол ер боп туса, ел тірегі. Туған жердің қадіріне жету үшін оның әрбір су тасына дейін аялап, жаны ашу қажет. Аралды сақтау, адал ұрпақтың парызы. Келешек алдында кім жауап береді? Қазақстан Республикасы Парламенті Мәжілісінің экология мәселелері және табиғат пайдалану комитетінің мүшесі Ажар Сағандықова ханым жуырда сөйлеген сөзінде, арал ғасыр қасіреті ғана емес, ұлт қауіпсіздігіне тікелей әсер ететін фактор. Біз бұл проблеманы келер ұрпаққа ысыра алмаймыз. Уақыт шектеулі. Шешім кешенді және батыл болуы керек деп мәлімдеді. Аралға нүкте қоямыз ба, әлде үтір қойып, шын шешім қабылдаймыз ба, бұл бүгінгі билік пен қоғамның ар ұяты мен жігеріне байланысты. Егер біз үнсіз қалсақ, ертең ұрпағымыз бізге неге көріп тұрып үндемедіңдер деп сұрақ қойса, жауабыңыз дайын ба? Аққулар қайта қонса екен, ұл-қыздарының санасы теңіздей терең болса екен, аралым қайта келсе екен, қазаққа ғана енші екен, өзің гүлдерге өзіңді өзіңмен ғана көрсетем. Аралым қайта келсе екен, қазаққа ғана енші екен, өзің гүлдерге өзіңді өзіңмен ғана көрсетем.